кезек берейік, алғаш 2 жасты құттықтап, сонау Шымкент қаласынан Нұржан Төлендиев ағамыз ат терлетіп келіп отыр. Шақырайын. Нұржан Төлендиев ағамыз, қаттырақ шабалақ ұрқпайық, мен айтқам шабалақ әдемі болады деп. Мен шақырдыңыздар ма? Ей, жандар, молодец. Ассалаумағалейкум, әлеумет. Шабалағың қайда? Рахмет баршаңыз. Жанболат пен Алманың той екен. Жалпы қазақ елі тойшыл халықпыз ғой. Той деген жақсы ғой. Болса жақсы ғой, болмаса неш жақсы ғой деп арасында қалжыңдап қоятынымыз бар. Той құтты болсын әлеумет. Рахмет баршаңызға, осындай ыстық шапалақтарыңызға. Жалпы мынау қазақта керемет қонақ кәде бар. Мынау бишілер келсе би сұрайды. Күйшілер болса тағы да жұп болсын деп 2 реттен сұрайды. Менен бір қысқа әзіл болсын, Нұржан Төлендиев келіп бір-екі сөйлеп кетіп қалды демесін, бір-екі әзіл айтып берейін. Бір ағамыз жұмыстан қайтып, крутой машинасымен светофорда тұрса, бір бомж келіп ақша сұрапты. Сосын көкеміз айтты, мен саған ақша берсем, сен арақ ішесің ғой десе, бомж айтты. Мен өмір бақи арақ ішпегем депті. Сен қыздарға барасың ба десе, жоқ аға, мен қыздарға да бармайым депті. Темекі тартасың ба десе, жоқ, мен темекі де тартпаймын депті. Отыр машинаға деп үйіне салбап кетіп баратса, бомж сұрапты, көке біз қайда бара жатырмыз деп. Үйге депті. Не үшін десе, мен үйде жеңгеңе көрсетейін деп едім, арақ ішпейтін, қыздарға бармайтын адам тұрғанда өп кететін деген ғой. Баяғыда Алдаркөсенің заманында Алдаркөсенің иті өліп қапты. Сөйтсе ауылында бір 3 қылжақбас 3 бала дос екен. Солар айтыпты, Алдаркөсе бізді былай өтсек те келеміз деп мазақтайды. Біз де барып мазақтап қайтайық деп үйіне барып, Алдеке, бейшара Ақтөс қайтыс бопты. Жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын деп үшеуі қарқ еп күледі дейді. Сөйтсе Алдекең жайлап кухняға барып, бәйбіше, дастархан жай, Ақтөстің достар келді ғой дейді. Ақтөс өлер кезде үшеуіңді іздеп олады ғой дейді. Бір Қызылордалықтар бар ма? Біреу ғана. Қызылордада Жаңақорған деген жер бар. Сол жерге бір 2 әйел емделуге барыпты. Білесіздер, ол жақта лаймен емдейді. Айтпай қойын. Сол лаймен емделіп, 2 әйел шығып келе жатырып, таксиде отырып айтады дейді, бірінші әйел екінші әйелге қарап. Уф, байдан көрмеген рахатты лайдан көрдік қой деп. Бір 2 өзбек ағайынымыз дүкенге барып, нан алып, нан қанша десе, продавец айтты. По-русски говорите деп. Ана өзбек не айтарын білмей қалып. Девушка, хлеб почему деген ғой. Сосын айтты, хлеб, чтобы кушать, чтобы есть десе. Я знаю, чтобы кушать. Ну, почему деп тағы сұрапты. Ана қыз ашуланып кетті. Хлеб, чтобы кушать десе. Сосын мына жағында екінші өзбек кеп айтады дейді. Извините, девушка, он не знает русский. Я хорошо знаю. Хлеб зачем деп айтады дейді. Бір осында керемет туылған күн тойға бір жақында үйленген жас семья тойға баратын болып дайындалып жатса, үйіндегі 80-дегі әжесі мен де барам депті. Жоқ, әже, сіз бармаңыз, ол жақта флешмоб болады, ол жерде ылғи жастар болады, миыңыз ашып кетеді, не қыласыз, одан да отырыңыз үйде десе, жоқ, мен барам депті. Апа, бармайсыз десе, барам депті, бармайсыз десе, барам деп қоймаған ғой. Сосын әжеміз ренжіп айтады дейді, балдарына қарап, қазір өліп қалып тойларын бітшін шығарайын ба деп. Сол сияқты мына тойдың бітшін шығармай, өзіміз әдемілеп, жақсылап өткізейік. 2 жастың тойы қалай болды деп тойға келе алмай қалған қонақтар сұраған кезде, той әдемі өтті деп шапалақ ұрып қайтайық. Баяғыда мен естеріңізде ма, Шаншарда жүрген кезде әзілдерім бар еді ғой. Кепенде тауық жатады, аяқ қолы қатады, қыз өмеске келгенде қалай жалғыз жатады деген. Деп қоямыз да арасында.